Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен шу пирожныйын дайындаймыз. Бұл пирожныйдың өзіндік дайындаудың қыр-сырлары бар. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен шу пирожныйның бетіндегі қытырлақ қабатын дайындап аламыз, оны кракелин деп айтады. Ол үшін бізге ұн, қант және мұздатқыштан алынған сары май қажет. Сары майды осылай майдалап алдым, себебі араластырған кезде ыңғайлы болу үшін. Барлығын ұнтақтап аламыз. Егер де түрлі түсті шу жасайтын болсаңыздар, осы кезде әртүрлі красительдерді қоссаңыздар болады. Дәл осылай ұнтақтау қажет. Ұнтақтап болғаннан кейін осылай біріктіреміз. Ұзақ илеудің қажеті жоқ, біріккен болса болды. Біріккеннен кейін пергамент қағаздың үстіне оқтаймен жайып шығамыз. Жайып болғаннан кейін морозильникке қатырып қоямыз. Қатырған кезде дәл осындай досканың үстіне қатырсаңыздар теп-тегіс болып шығады. Содан кейін шу пирожныйдың өзін дайындаймыз. Яғни заварной тесто дайындаймыз. Заварной тестоға ұн, су, сүт, сары май, қант, тұз және жұмыртқа қажет болады. Ыдысымызға жұмыртқадан басқа барлық ингредиенттерді қосып, орташа отта қайнатамыз. Майымыз толық еруі қажет және қайнауы қажет. Толық еріп қайнап болғаннан кейін біз ұнымызды бірден саламыз және жылдамдықпен тез-тез араластыру қажет болады. Ешқандай да ұнның ұнтағы қалмауы қажет және құрамындағы судың барлығы шығып кетуі қажет болады. Сол массаға жеткенге дейін орташа отта қайнатамыз. Көп жағдайда заварной тестолар көтерілмей жатады. Оның себебі құрамындағы су толық кетпей жатып, газдан алып қояды. Сол кезде көтерілмей басылып қалады. Ондай болмас үшін біз заварной тестоны қайнатқан кезде құрамындағы судан толық арылуымыз қажет. Толық қайнатуымыз қажет. Сол кезде біздің заварной тестомыз әдемі көтерілетін болады. Дайын болған қамырды суытамыз. Суығаннан кейін барып жұмыртқаны саламыз. Егер ыстықтай жұмыртқа салатын болсаңыздар, жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Сол себептен суығаннан кейін жұмыртқаны бір-бірдеп салып шығамыз. Әр жұмыртқаны салған сайын миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Егер миксер болмаса, лопатканың көмегімен де араластыруға болады, бірақ сәл ұзағырақ уақыт кететін болады. Осындай қоймалжың масса болу қажет және осындай кондитерлік мешокқа салып аламыз. Кондитерлік мешоктың көмегімен пирожныйларымызды құйып шығамыз. Сол уақыт аралығында біздің кракелиніміз де қатып қалатын болады. Дәл осындай форманың көмегімен кесіп шығамыз. Форманың мөлшері сіздің шу пирожныйның мөлшеріне сәйкес келу қажет. Қызып тұрған пеште 170 градуста пирожнылар көтерілгенше ұстаймыз. Одан кейін көтерілгеннен кейін градусын 140 градусқа төмендетіп, тағы да бір 15 минуттай пісіріп аламыз. Содан кейін кремін дайындаймыз. Крем дайындау үшін бізге творожный сыр, қант және сливке қажет болады. Барлығын видеодағыдай жасап шығамыз. Кез келген кремді қолдана берсеңіздер болады. Заварной креммен де өте әдемі дәмді шығатын болады. Пирожныйларымызды креммен толтырамыз. Осындай насадканы пайдалансаңыздар өте ыңғайлы. Егер бұндай насадка болмаса, кез келген насадканы пайдалана берсеңіздер болады. Қалауларыңыз бойынша семдеуге болады. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.